30 минутта дайын болатын өте оңай, өте дәмді маффинді дайындаңыз. Бір жасағаннан шығады. Отбасыларыңыздың сүйікті тәттісіне айналатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет. Кішкене тұз, 180 грамм қант. Жақсылап миксерлейміз 2-3 есе көтерілгенше. «150 грамм бөлме температурасындағы сливочный май. 150 грамм бөлме температурасындағы сүт. 280 грамм ұнт. 10 грамм разрыхлитель. Жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз, біркелкі масса болғанша. Қалауыңызша шоколад қоссаңыз болады. Менде Қазақстан шоколады. «70-80 грамм грецкий орех. 1 жақсылап араластырып аламыз. Маффинға арналған капсулаңыз болмаса, мен сияқты осылай пергамент қағаздан жазсаңыз болады. Қасықпен салсаңыздар да болады. 180 градус қызып тұрған отта 30 минутта пісіріп аламыз.